Сәлем достар, сіздермен бірге Димаш Құдайберген фан-клуб арнасы. Димаш Құдайберген әлеуметтік желіде Singer байқауының гала концертіне қатысатынын жариялады деп хабарлайды Қазақпарат. Ол өзінің Instagram парақшасында «Менің жанкүйерлерім, The Singer жобасын 22 сәуір күні тікелей эфирде дайындаған тосын сыйы бар. Дәл осы күні сіздермен гала концертте кездесемін. Жобаның аяқталғанына уайымдап жүрген жанкүйерлерім үшін бұл тағы бір ұмытылмас күн боларына сенімдімін. Әдемі ән тыңдап, жоба қатысушыларымен бірге тағы бір мәрте жүздесе аласыздар. Кездескенше» деп жазды ол Instagramдағы парақшасында. Естеріңізге сала кетейік. Қазақстандық әнші Димаш Құдайберген қытайлық Хунан телеарнасының Singer 2017 ән байқауының ақтық бәсекесінде екінші орынды жеңіп алды. Гонконг қаласының тумасы Сэнди Лэм бірінші орынға, ал тайвандық Лион тобы үшінші орынға қол жеткізді. Өнер додасы 11 сәуір күні мәресіне жеткен болатын. Сондай-ақ танымал Хунан ТВ телеарнасы Қытайда ғана емес, бүкіл әлемдегі миллиондаған жанның көзайымына айналған дарынды әнші Димаш Құдайберген туралы деректі фильм түсіріп, көрермендер назарына ұсынылғаны мәлім болды. Әзірше осы. Егер сіз Димаштың жанкүйері болсаңыз, каналға жазылып, видеоға лайк қоюды ұмытпаңыз.